оқушылар арасында өтіп жатқан қазақ күресінің маңызы өте ерекше. Республика бойынша қазақ күресі өте жоғары деңгейде орын алуда. Қажымаған адамымыз қыстап кеткендей, қазақ күресі сонау өткен ғасырда да бой көтерген. Кешегі өткен Олимпиада чемпионы Елдес Сметовтың ағамыздың іс-әрекеті, Ақжүрек ағамыздың тәжірибесі өте қазақ күресінің нәтижесін көрсетуде. Жерге тимеген, жауына басын имеген, біз ұлылардың ұрпағы, ұлы даланы билеген. Тұрады тағдыр күрестен, бабамда талай тірескен. Күрес бар сенің қаныңдай, шығарма қазақ мұнесен. Қазақша күрес, білектілердің майданы, қазақша күрес, жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Аманаты бұл бабамның, ғаламаты бұл ғаламның. Палуандары қазақтың, батыры бейбіт заманның. Қажымы қаннан аумаған, бабаның ізін жалғаған. Боз аласының намысын, боз келемдерді қорғаған. Қазақша күрес, білектілердің майданы, қазақша күрес, жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қанекей, жіберменді, жіберме дейменді. Осылай, міне, ұста енді, жіберме, тарт өзіңді қарай, тарт дейім өзіңді, ішіне шал, көтер, бұлақтыр, таза! Қазақша күрес, білектілердің майданы, қазақша күрес, жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қазақша күрес, білектілердің майданы, қазақша күрес, жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Құрметті жастардың үш бастауыш мектебінің оқушылары, жастардың үш бастауыш мектебінің оқушылар арасында өткізілген қазақша күрес спорттық жарысынан үшінші орын иелеген үшін Ғанибек Рауан марапатталады. Екінші орын иелеген үшін Мейрамбек Ибрахим марапатталады.
Чемпион иелегенсің.